Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыртқы келбет және тазалық. Өткен тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Оқу мақсаты: берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру. Сын есімдердің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану. Сын есімді зат есім орнына қолдану. Адамның сыртқы келбеті мен киім киюі оның ішкі дүниесінен де хабар беріп тұратыны ертеден мәлім. Кез келген адамды бір көргенде-ақ оның көзі, қасы, беті, дене бітімі, қылығы, киім киісі саған әрқилы әсер етеді. Онымен танысып, әңгімелесіп, араласып кетпей тұрып-ақ, ол адам жөнінде өзіндік пікір де қалыптастырып үлгересің. Бұл адамның сыртқы келбеті арқылы танып білу қасиеті. Әйтеуір, адамның сыртқы келбеті бір қарағанда не сүйсіндіреді, не одан жирендіреді, тіпті таң-тамаша да қалдырады. Адамның қадір-қасиеті мінез құлқына қарай бағаланады десек те, оның талғамы мен өмір салтын сыртқы келбеті аңғартатыны анық. Кейде адамның сыртқы келбеті мен оның талай тағдырына да әсер етеді. Өйткені адамның сыртқы келбеті тартымды болмаса, ішкі жан дүниесі көбімізді қызықтыра бермейтіні белгілі. Кітапты қабына байланысты бағалама деген сөздердің адамға қатысты да көп айтылатынын бәріміз білеміз. Алайда, осы арада адамдардың пікірі екіге бөлінеді. Біреулер сыртқы келбеттің ішкі әлемге еш қатысы жоқ десе, екінші топтағылар адамның сырт келбеті оның мінезін, ойын анықтайды деп жатады. Адам баласы өмірге келгенде өзінің түрін, келбетін өзі таңдамайды. Бірақ өмір сүру барысында сырт келбетін дұрыс қалыптастырып, күтім жасаудың арқасында бақыт құсын қолына қондырса, келбетінің кесірінен армандарын желге ұшырып алуы да әбден мүмкін. Сондықтан сыртқы келбетке аса мән берген жөн. Талғамды қашанда ақылға жүгіндіру қажет. Оқушылар, тыңдалым мәтіні бойынша келесі тапсырманы орындайтын боламыз. Мәтінге тақырып қойыңыз, мәтін бойынша жоспар құрыңыз. Мәтіндегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөздер мен сөйлемдерді табыңыз. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Берілген сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріңіз. Сын есімдерді мағыналық түріне қарай ажыратыңыз. Оқулықтың 135-ші бетіндегі 11-ші тапсырмадағы кестеге қарасаңыздар болады, немесе сол кесте экранда берілген. Енді оқу тапсырмасына кезек берейік. Оқулықтың 134-ші бетіндегі 10-ші тапсырманы орындаңыздар. Төменде берілген ойды керекті сөздермен толықтырып жазыңыз. Мәтін берілген, кейбір сөздер түсіп қалған, төменде керекті сөздер бар, сол керекті сөздерді тиісті жеріне қоямыз.